Әрине, түрмеге ешкім түскісі келмейтіні рас. Бірақ өлердей шаршап, тісіңе тимей сақылдап жаурап, ұйқың келген сәтте қайда апарса да бәрібір. Жылы жерге кіріп, қисая кеткің келеді. Темір қақпа ашылды. Көлікті тексерді. Кірдік. Кішкентай рюкзагымды арқалап, көліктен түстім. Қас қарайыпты. Ұзын дәлізге кіргізді. Сосын ұядай камераға қамады. Бір орында қақиып тұруға, не кішкентай орындыққа отыруға болады. Аяқ созар жер жоқ. Қуықтай тор арқылы ғана тыныстайсың. Мұндай камераны орындық дейді. Мұнда қанша тұрғаным, отырғанымда есімде жоқ. Бейтаныс жерге түскенде ішкі тәртібін білмей қатты сасады екенсің. Шамасы, үндемесем орындықта ұзақ отыра берер медім. Бірақ басқа орындықта отырған әйелдер есікті тоқпақтап, шығар деп айғайға басты. Ақыры кезек маған да жетті. Форма киген әйел мәліметтерді тексеріп отыр. Журналға бірдеңе түртіп алып жатыр. Біз төртеуміз 2013 жылдың 7 ақпан түнінде Мәскеудің орталық әйелдер түрмесіне жаңадан түскендерміз. Офицер әрбірімізден сұрап шықты. Жуынасың ба? Бәрінің жауабы «Иә». Олар да мен секілді күні бойы полиция учаскесінде отырса керек. Бізді арнайы бөлмеге ертіп апарды. Қолымызға матрас, 2 ақ төсеніш, кір-сабын, бір сүлгі берді. Мемлекеттің бөлген дүниесін өзі түрмеде отырған түрімшік қыз таратып жатыр. Біз одан ақырын «Мұнда жағдай қалай?» деп сұрастырдық. «Болады» деп сыбырлады. Көзі сондай мұңды, бірақ өте мейірімді екен. «Заттарыңды матрасқа ораңдар, душтан кейін алып кетесіңдер» деп тақ етті офицер әйел. Бұл түрмеде қызметкерлердің бәрі әйелдер. Душқа бардық. Душ өте суық. Жарығы көмескі. Судың өзі қанжылым. Бірақ бәрібір күні бойғы күйзелісті жуып тастағың келеді. Кезектесіп, жылдам жуынып шықтық. Соңғы аяғы ауыр келіншек жуынудан бас тартты. Үшеуміз дедік. Тезірек ұйықтаймыз. Аяғымызды санап басып, 3-ші қабатқа көтерілдік. Офицер темір есікті гүрсілдетіп ашты. Мұндай есікті жалпы сыбдырсыз ашу мүмкін емес. Камераның шы ала көлеңке. Тура кіре берісте әдеттегідей өлеусіреген шам жанып тұр. Офицер төменгі төсекте жатқан қыздың қолынан тартып, «Орын берші». Төменгі төсекте жатқан қыз көзін тырмалап ашып, «Не үшін?» деді. «Аяғы ауыр». Аяғы ауыр ма? Қыз орнынан жылдам тұрды да өзінің матрасын жоғардағы төсекке көшірді. Біздер бос орындарға матрастарымызды лақтырдық. Мен қабырғаға тақалып тұрған 2-ші қабаттағы орынға орналастым. Суық. Торлы терезеден жел гуілдеп тұр. Көрпе жұп-жұқа. Курткамды шешпестен қисая кеттім. Сөйтіп, көзім ілініп кетті. Шуақты таң атты. Күнге түрменің торы бөгет болмайтыны қандай жақсы. Күн бізге жарық, жылу, күш береді. Кез келген жағдайда өмірге деген сүйіспеншілік береді. Камерада түрлі ұлттан тұратын 12 әйел бармыз. 24-45 арасы. 24-45 жас арасы. Мәскеу көп ұлтты қала. Түрме де сол. Бәрі жаңадан түскендер. 2 апта карантинде отыруымыз керек. Жаңадан келгендерге тосырқай қарайды. Ақырындап таныса бастадық. Дәлізде арба салтырлайды. Таңғы асты әкеле жатыр. Есіктегі терезе де ашылды. Алюминий тәрелкемен шынаяқтарды жылдам таратады. Қасықтар да алюминийден. СССР құлағалы бері ыдысты алюминийден жасауға болатын естен шығарған екенмін. Алюминий тез ысып кетеді. Мұндай ыдыстан ыстық шай ішу мүмкін емес. Ерінің күйіп қалмасын десең, көтуге тура келеді. Ол өзі канцероген зат, адамның обырымен ауруына себепші болады. Бірақ ол ең арзаны, сондықтан түрмедегілерге ыдыс аяқты алюминийден жасайды. Мәскеу түрмесіндегі тамақтың сапасы сын көтермейді. Жарты жылда жеген достарым салып жіберетін сәлемдемелерден келетін пакеттегі Қытай кеспесінің ресейлік көшірмесінен жүрегім айнығаны сонша, қазір есінен құсқым келеді. Камерадан бір сәтке шығу, мейлі медициналық тексеріске, мейлі серуенге
шексіз қуаныш. Шығу деген жүру, мына еңсеңді езетін төрт қабырғадан сытылып шығу. Тәулігіне 1 сағат серуен айыпталушының да, сотталғанның да заңды құқығы. Бірақ кезекші офицер сыртқа тек камераның тең жартысы шығар десе ғана шығарады. Таза ауасыз өмір сүре алмайтындарға қиын. Арасында мен де бар. Шын мәнде күн сайын қандай ауа райы болса да сыртқа шыққысы келетін бірінші адам мен. Жалқаулармен аурыңқырап жүргендерді өйтіп-бүйтіп серуендеуге көндіремін. Камерада істейтін іс болмаған соң олар да көне кетеді. Әйелдер өз өмірімен бастан кешкендері туралы баяндайды. Бастан кешкендерін көбіне тым әсірелейді. Көшеден көрсең қарапайым қыздар, сырт әлпетіне қарап тап бір қылмыскер деп айта алмайсың. Баптары да әртүрлі. Көбінесе есірткі тарату, ұрлық, ара-тұра адам өлтіру, алаяқтық, ілу де бір заңсыз шекараны кесіп өту. Неге екені белгісіз, Ресейдің шекарасын бөтен паспортпен тек ТМД елдерінің әйелдері мен африкалықтар кесіп өтеді. Кітапты түрмеде оқығандардың 10% ғана. Оның өзінде жеңіл-желпі махаббат хикаялары мен детективтерді оқиды. Жартысынан көбіне сәлемдеме келмейді. Бір жағынан логикаға қонымды, қылмысқа арқа сүйер ешкімі жоқтар ғана барады. Есірткі қолданатындардан туыстар шаршаған сонша түрмеге бас сұқпайды. 99% темекі тартады. Еркіндікте темекі шекпегендердің өзі тартып кетеді. Істейтін түк болмаған соң, соны сол күй түсінбедім. Бұл қылықтары мен үшін жұмбақ болып қалды. Жейтін дымы жоқ, сәлемдеме жоқ, бірақ бәрібір бірдеңе тартып жүреді. Бірдеңе дегенім тура мағынасында. Себебі ең арзан деген темекінің өзі тез таусылады. Әйелдер шайдың самасын кептіріп, газетке орап тартады. Соңғысына дейін созып жеткізу үшін терезенің алдында тұрып тартады. Себебі камерада аяғы ауыр келіншек бар. Түрмеде өзіндік түсінік бар. Мүлде тәртіп, ереже жоқ қара камералар мен зоналар болады дейді. Бірақ мен, Аллаға шүкір, орташа деңгейде жүрдім. Түрме деген шынында да бөлек әлем. Артыңнан темір есік сарт етіп жабылады. Ешкім көрмейді, ешкім естімейді. Сондықтан бұл жүйе туралы заң нақты әрі түсінікті болу керек. Сол заңның орындалуын азаматтық қоғам қырағы түрде қадағалауы тиіс. Түрмеде уақыт өте баяу өтеді. Бұл туралы келесі бөлімде айтып берейін.